Қайырлы күн. Олимпиадалық есепті ары қарай қарастырсақ, 43-ші есеп иррационал теңдеуге қатысты есеп болып табылады. Бұл есепті біз алдыңғы жолы геометриялық тәсілмен шығарғанбыз. Енді алгебралық тәсілмен, яғни жаңа айнымалы енгізіп, екі жағын квадраттау арқылы осы теңдеуді шығаратын боламыз. Алдымен жаңа айнымалыны енгізіп алатын болсам, мен бір қосылған x-тің квадратын т деген айнымалы арқылы өзгерте аламын. Яғни бір қосылған x квадрат т-ға тең болсын. Онда менде мына теңдеу мына түрінде өзгереді. Түбір астында т қосылған, түбір астында т азайтылған x, түбір астында 3. Осының бәрі тең болады осында 3-ке. Енді осы өрнекті ықшамдап квадраттау керек. Яғни мен мына тұрған өрнекті қалдырайын. Түбір астында т азайтылған x, түбір астында 3-іміз қалсын. Осы тең болады түбір астында 3 азайтылған түбір астында т. Енді екі жағын бірдей квадраттайық. Квадраттаған кезде менде қазір сәйкес түбірлер жойылады. Сонда мына өрнекте менде т азайтылып x, түбір астында 3 қалады. Тең болады. Мына жақты квадраттасам 3 қалады. Және менде қосылған т қалады. Және азайтылған 2 көбейтілген түбір астында 3т деген өрнек қалады. Сонымен мына осындай өрнек қалды. Енді осы жерден бірден көрттіңіз, т-лар жойылып кетеді. Сонда мен бер жағына өткізіп 3-ке теңестірсем, мынадай теңдеу алатын едім. 2 түбір астында 3т азайтылған x, түбір астында 3 тең болады 3-ке. Осындай өрнекке тең болады екен. Енді бұны ары қарай тағы да квадраттап біз есепті шығара аламыз. Біз былай жазайық. 2 түбір астында 3-ті қалдырайық. Бұл тең болады бізде 3 қосылған қалады бізде x, түбір астында 3. Енді осыны қайтадан квадраттасам болады. Екі жағында квадраттайын. Сонда бізден не шығады? Соңғы жауабын табайық. Енді екі жағын бірдей квадраттайтын болсам, мына жерден менде 4 шығады, мынадан менде түбір жойылады да, 12 т деген өрнек қалады. Мына жақты квадраттаған кезде менде 9 қосылған 2 еселенген, яғни 6 болады. x, түбір астында 3 қосылған мынадан 3 шығады, мынадан x-дің квадраты шықты. Сонда осындай өрнекке тең болады. Енді осыдан ары қарай біріктіретін болсам, мына өрнектің бәрін бере алып қояйын, немесе бірден т-ны орнына қойып жіберуге болады. Мен т-ны орнына қойып жүремін, өйткені мына жақта басқа т жоқ, яғни барлығы x пен өрнектелген. Онда т-ны орнына қойып жіберсем болады. Сонда менде былай шығатын еді. 12 көбейтілген 1 қосылған x-дің квадраты. Осы өрнек тең 9 қосылған 6x, түбір астында 3 қосылған 3x-дің квадраты. Сонымен осы өрнекті енді есептейік. Ары қарай жазам, яғни ықшамдап шықсам, менде былай болды. 12 қосылған 12x-дің квадраты. Мұның бәрін бер алып көрейін. Азайтылған 9, азайтылған 6x, түбір астында 3, азайтылған 3x-дің квадраты тең 0-ге. Енді реттейік. 12-ден 3-ті алып тастайын. Сонда менде 9x квадрат қалады. Мынаған ұқсайтын ешқандай өрнек жоқ, сондықтан минус 6x, түбір астында 3-ні өзін қалдырам. Мынау кетті менде, мынау өрнек кетті, мынау кетті. 12-ден 9-ды алып тастайын. Менде қосылған 3 қалды. Тең 0-ге. Барлығы 3-ке бөлінеді, яғни мынаның бәрін 3-ке бөліп жіберемін. Сонда менде 3x-тің квадраты азайтылған 2x, түбір астында 3 қосылған 1 тең 0 деген соңғы бір теңдеу шығады. Осы теңдеуді шығарсақ, есептің жауабы шығады деген сөз. Себебі мен x-ға қатысты теңдеу алыптым. Енді дискриминантын тауып есептеп шығайық. Сонымен дискриминантын есептейтін болсақ, бізде дискриминантымыз тең болады минус 2 түбір астында 3-тің квадраты алынған 4 көбейтіледі 3-ке, көбейтіледі 1-ге. Бұдан тең болады. Мына жақтан менде 4, 3, 12 шығады. Алды 12. Яғни 0-ге тең. Бұнда менің дискриминантым 0-ге тең екен.
яғни жалғыз ғана шешім бар деген сөз. Онда мен табам x 1 мен 2, былайша айтқанда ол бәрі бір түбір ғана шығады. 2 түбір астында 3 плюс минус 0 бөлінеді 2 көбейту 3 яғни 6. Енді осы жерден мына 2 мен 6 қысқарады 3 қалады. Сонда есептің жауабы түбір астында 3 бөлінген 3 деген жауапқа тең болады екен. Яғни есепті шықты. Есебіміздің соңғы жауабы x тең екен түбір асты 3 бөлінген 3-ке. Алдыңғы жолғы есепті шығарған кезде біз геометриялық жолмен шығарғанбыз. Тура осы жауап шыққан болады. Назарларыңызға рахмет.